Асканур каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен хит болған қытырлақ баклажанға брокколи және цветная капуста қосылған салат жасайтын боламыз. Ал сіздер менің каналыма лайк басып, подписка жасап, қолдап кетсеңіздер болады. Енді салатымызға не керек? Оған баклажан, цветная капуста, брокколи, қияр, помидор черри, болгарский перец, кинзаны ұнатпайтындар болса петрушка, чеснок, тұз, паприка және сұйық май қажет болады. Жасалу жолы. Біріншіден, ең алдымен баклажанымыздың сыртын аршап, кесектеу етіп тұрап аламыз. Сосын оған үлкен қасықпен картофельный крахмалды салып, қолымызды тигізбей, яғни бесконтактны араластырып аламыз. Сосын жаңағы баклажанымызды майға қуырып аламыз. Екіншіден, цветная капуста мен брокколиімізді жуып аламыз да, қайнап тұрған суға тұзымызды, лимонымызды салып, жаңағы брокколи мен цветная капустамызды салып 3 минутта қайнатып аламыз. Енді баклажанымыз қуырылып, цветная капусталарымыз барлығы пісіп дайын болғаннан кейін қиярымызды, болгарский перецімізді, помидор черриімізді, петрушкамызды, чесногымызды турап дайындап аламыз. Төртіншіден, осы ыдысқа жаңағы қуырылған баклажанымызды, жаңағы цветная капуста мен брокколиімізді, туралған жемістерімізді, петрушкамызды барлығын саламыз да, үстіне чеснок, тұз, паприка салып, қайнап тұрған майды құйып араластырамыз. Сонымен салатымыз дайын, ас болсын. Ал сіздер менің каналыма лайк басып, подписка жасап кетсеңіздер болады.